Қарашы, мына микроскоптың астында не бар екен? Иә, қандай түсі? Сары ма, әлде жасыл ма? Маған да көрсет. Сәлем әріптес, бүгін мен сіздерге крок приложениесі арқылы, жасанды интеллект арқылы қалай әртүрлі кейіпкерлерді, әсіресе бізде сабаққа арналған оқушы кейіпкерлерді жасауға болатынын көрсетемін. Ол үшін осы крок деген платформаны таңдап аласыздар. Осылай ішіне кіресіздер, тіркелесіздер, өздеріңіздің Gmail аккаунттарыңызбен. Сосын осы жерге жазасыздар. Маған, мысалы, сіз қай пән мұғалімісіз? Мысалы, биология сабағында отырған екі оқушы, қыз және ұл, қазақи мектеп формасындағы оқушылар керек, оқушылар фотосы керек, және олар микроскоппен жұмыс жасап жатыр. Осыны маған, мысалы, мультик стилінде жасап бер деп жіберемін. Бұл менің промптым. Енді қазір маған фото жасап береді. Міне екі оқушының фотосын жасап берді. Енді мен, мысалы, мынау маған ұнап тұр. Енді осыны видеоға айналдыру үшін осы фотоның астындағы видео деген знақты бассаңыздар, осылай сіздерге бұны видео жасап бере алады. Қазір біз бұны сөйлетуге де болады. Қазір күте тұрайық, міне процент жүріп жатыр. Мысалы, бұл маған ағылшынша шығарып беруі мүмкін. Сосын мен айтамын, оқушылар қазақша сөйлеп жатсын деп жібере салайын. Қазір маған қайтадан жасап береді. Қарашы, мына микроскоптың астында не бар екен? Иә, қандай түсі? Сары ма, әлде жасыл ма? Маған да көрсетші. Мен де қарағым келеді. Қарашы, мына микроскоптың астында не